Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кішкентай хычины дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, су, тұз, картоп, брынза қажет болады. Алдымен қамырымызды илеуден бастаймыз. Суық суымызға тұзды салып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Ұнымызға құйып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қоямыз. Сәлден соң қамырымызды шығарып, жақсылап илеп 30 минутқа жұмсарғанша бетін жауып қоямыз. Брынза мен картопты майда үккіштен өткіземіз. Жақсылап араластырып, шаншқымен еземіз. Картошка мен брынзадан осылай етіп шарик жасаймыз. Қамырымызды картоп салмасынан үлкендеу етіп кесеміз. Қамырымызды үстіп жаймалап аламыз да, ортасына салмасын саламыз. Әдемілеп түйіп аламыз да, сосын жаямыз. Қамырымызды әдемілеп жаямыз. Қатты да жұқа, қатты да қалың қылмайсыздар. Қызып тұрған табамызға азғантай ғана май құямыз. Орташа баяу отта екі жағын пісіріп аламыз.
Дайын болған хычиныбызга сәл гана сары май жагабыз. Дайын болған хычиныбызды осылай орап, әдемілеп сәндейміз. Қызанағымызды осылай етіп кесіп, сәндеп гүл жасаймыз. Алдыда қызық видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.